Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін қос теңсіздікке байланысты берілген карточканы көрсеткім келеді. Бұл карточкада сіздерге қос теңсіздіктер және де сандық сәуле беріледі. Бұл сандық сәуледе оқушылар өздері белгілей отырып анықтайды. Мысалы, x үлкен 5-тен болса, біз бірінші 5-ті белгілеп аламыз. Одан кейін үстінен сызықшалар қойып шығамыз. X белгісіз болғандықтан сандық сәуледе қанша сан көрсетіледі, соның соңына дейін қойып шығу керек. Одан кейін x кіші 10-нан болса, онда кез келген 10-ның алдындағы сан болуы мүмкін. Сондықтан 0-ден бастап 10-ға дейін сандық сәуленің төменгі бөлігін осылай сызып шығады. Сосын 10-ды белгілейді. Сосын осы жердегі 5 пен 10-ның арасындағы 6, 7, 8, 9 деген сандарды жаңағы ортақ сандар деп белгілеп алады. Одан кейін осы жерде қос теңсіздікті екі теңсіздік түрінде жазады. Мысалы, x кіші үлкен 5-тен және кіші 10-нан деп. Осы сияқты бұл бірден бастап 10-ға дейінгі санға берілген карточка. Ал мына жерде 10-нан 70-ге дейін, яғни 2 таңбалы сан арқылы берілген. Бірінші 10-ды белгілеп алады. Одан кейін сандық сәуленің жоғарғы бөлігін осылай сызып шығады. Сосын x кіші 70-тен болса, онда 70-тің алдындағы кез келген сан болғандықтан осылай төменгі бөлігін сызып шығады. Сосын арасында қалған сандарды ортақ сандар деп осылай ішкі жиын деп осылай белгілеп алады. Сосын осы енді қос теңсіздікті екі теңсіздік түрінде, мысалы x үлкен 10-нан кіші 70-тен деп оқушылар жазады. Және қате болып қалған жағдайда осылай маркердің артымен өшіріп қайтадан жазса болады. Сабақта балалар өздері көре отырып, жаза отырып, есте сақтайды және өшірілетін болғандықтан қасындағы жолдастарымен ауыстыра отырып шығарады. Сабақтарыңызда қолданып, кері байланыс қалдырыңыздар.